Алып адамдар мен мың жасаған адамдар заманы. Нұх пайғамбардың топан суына дейін жер бетінде алып адамдар мен ұзақ жасайтын адамдар көп еді. Мәселен, адам атаның бойы 40 метрдей болған, ал Нұх пайғамбардың кеме жасауына ағаш әкеліп берген кісі өте алып еді. Ол да өте ұзақ жасады. Ол топан судан да аман қалып, Мұса пайғамбардың кезінде де өмір сүрді. Бірақ ол Мұса пайғамбарға қарсы келгендіктен аспаннан от жауып, оны күйдіріп жоқ қылды. Ол топан судан бисмилланы білмей айтқан үшін, және Нұх пайғамбардың кеме жасауына көмегі тиген үшін аман қалған. Топан судан Қабылдың егіз қыз сыңары сұлу Иклима да аман қалған. Қабыл Абылды осы Иклимаға таласып өлтірген еді. Ол Жебірейіл періште үйреткен салауатты айтып аман қалды. Ол да Мұса пайғамбар заманына дейін барды. Нұх заманында бір кәрі кемпір Нұх пайғамбарға: балам 200 жасында жас өлді деп жылап келеді. Сонда Нұх пайғамбар: ақыр заман келеді. Сол кездегі адамдардың ең ұзақ жасағаны 100 жасқа да келмейді деп уатқан екен. Ибрахим пайғамбар да үлкен кісі еді. Пайғамбарымыз: оның қасында тұрсам, басын көре алмаймын дейді. Осы алып адамдар ерекше құрылыстар, алып тастардан үйлер салып кеткен. Бірақ олар Алла берген осы алып денелері мен мағым күштеріне, ұзақ өмірлеріне масаттанып, тәкаппарлыққа басқан. Олар сол нығметтерді берген Аллаға қарсы келеді. Олардың көбі кәпір болған. Ал Алла оларға аспан мен жерден сан түрлі бәле-қала жіберіп, оларды жер бетінен жойып жіберді. Топан судан соңғы адамзат Нұх пайғамбардың Ефес, Сәм, Хам деген 3 баласынан ғана тараған, қалғандары қартайып өлген. Сондықтан Нұх пайғамбарды екінші адам ата деп те атайды.